Сәлем достар, сіздермен бірге Жака YouTube KZ, және де біз бүгін тағы да дәл осы Call of Duty деген ойынды ойнайтын боламыз достар. Себебі бұл ойын қазір әлемді жарып жатыр міне. Интернет, Play Market барлық жерін жарып, бірінші орынды алуға лайықты ойындардың бірі Call of Duty Mobile. Міне осы ойынға енді мен сіздерге бүгін топ 5 мысалға міне жаңадан ойнаушыларға ақылымды айтқым келеді достар. Мен бүгінгі видеомда сетевой играда айтамын достар. Достар, мен Facebook'тан көремін. Достар, және де міне қазір кіріп жатыр. Міне өте мықты обновление шықты ғой қазір жалпы. Хэллоуин. Барлық ойындарда міне Хэллоуин шығып жатыр, осы Хэллоуин деген обновление кіріп жатыр достар. Және де мен қазір сізге сетевой иградағы ақылымды айтқым келмек. Қандай оружие алу керек, қалай ойнау керек, қалай атысу керек, және не істеу керек. Управление жайлы да айтып кеткім келеді мысалға негізі былай. Достар, ең бірінші достар, мен оружиеден бастағым келеді айтатынымды. Оружиеде қалай достар? Мен сіздерге оружие айтқым келеді. Ең бірінші достар, управлениені жөндеймін. Қазір мен управлениені ең маңызды сәттердің бірі достар. Біз бұл жерде управлениені былай кішкене жөндеп қоюымыз керек, және ортаны ашуымыз керек. Осы жерде орта бар. Осы жерлерді ашуымыз керек. Сізге осы жерлерді ашуымыз керек, чтобы сізге ыңғайлы болу үшін. Әйтпесе сіз бұлай жан-жаққа бүйтіп адамдарды көріп тартып отқан кезде сізде көзден атылып кетуі мүмкін достар. Сол себепті дейсіңіз, пышақ дегенді осы қойсаңыздар да болады, неге пайдасы жоқ деп ойлаймын. Енді кішкене міне секіруді былай қойып қойыңыздар достар, бұрыш жақтарға байланысты. Және де мынаны қатты көтермеңіздер, бүйтіп дәу қылсамаңыздар достар, дәу қылмаңыздар, кішкентай қылыңыздар, орташа. Себебі ол да сізге ыңғайсыздық тудыруы өте қатты мүмкін. Сол себепті мен управлениеға келдік, победитті басамыз достар. Міне кеттік, шықтық қазір управлениедан. Мен сетевой играның өзіне кіремін. Мысалға мен сіздерге қандай оружие алу керектігін достар. Мысалға ең бірінші достар, біз мысалға бір ашық алаңқайлар болса, әрине достар, снайперді алуға тырысыңыздар. Яғни КЛ-133 деген снайпер бар ау деймін, қателеспесем, осындай аты. Дәл осы снайперді алыңыздар достар, себебі бұл снайпер өте жойқын күші, және де үйдің ішінде көбінше жүріңіздер егер де снайпер болса. Ал егер де міне сізде ПП автоматтар болса достар, әрине де сырт жақта жүруге тырысыңыздар, себебі бұл енді кішкентай алыңдар болса, сырт жақта жүріңіздер. Сол сіздерге өте оңай болады. Қазір міне осы база, значит, сырт жақта жүруіміз керек екен. Кеттік ал. Көбінде снайпер достар. Міне ол АК-134 деген автоматта сіздерге міне достар кеңес беремін, себебі дәл осы автомат ПП-лардың арасында ең мықтысы. Жоқ, П-94 деген автоматты алмай қойыңыздар достар, не үшін екенін білесіздер. ПДУ 134 бет, осы автоматта алмаңыздар достар. Ешқандай жағдайда алушы болмаңыздар достар. Мен бұл сіздерге айтатын ақылым, себебі бұл автоматта алудың дым пайдасы жоқ достар. Ол мысалға только урын ғана жақтан мықты болса да, бірақ осы автоматта бәрі жағынан да осы автоматта. Сол себепті достар, осы автоматта. Ал егер де сіз достар мысалға бір дальникпін деп, стрелокпын деп өздеріңізді айтсаңыздар, онда достар сіздерге мен пулемет алмаңыздар деп кеңес беремін. Пулемет алмаңыздар достар. Не үшін дегенсіз, мысалы пулеметта көбінесе несі жоқ оның.
Отдача жоғарыда пулеметта. АК-47 алыңыздар достар. Міне АК-47 отдачасы жоғары болса да өте жойқын автоматтардың бірі дәл осы автомат. Достар, сол себепті де осы автоматты алыңыздар. Достар, осы автоматты алыңыздар. Ал егер де сіз снайперчик болсаңыздар, жаңа КЛ 134 деген автоматты алуға тырысыңыздар достар. Себебі дәл сол автомат ойындағы ең мықты автоматтардың бірі достар. Ал егер де міне сіздерге ақылым болса достар, ешқандай да міне былай атпаңыздар достар. Осылай атыңыздар. Себебі осылай атқан сіздерге өте тиімді әрі көп урон береді. Мысалы, сосын бар автоматтардың АК-47 алыңыздар дедім, осы АК-47 алыңыздар, себебі ол уроны да мощный бір автоматтардың бірі достар. Қатты тойдайды. Міне достар. Сол жерде осындай ақылдар айтқым келеді. Және де достар, келесі мен сіздерге өзім ойнап, өзім кеңес қолданатын ақылымның бірі, көбінесе сырғанамаңыздар. Не үшін деген сұрақ? Сырғанамаңыздар. Мысалы, сырғанап келе жатқан жерде сізге хедшот тиіп кетуі мүмкін. Мысалға, міне сырғанап жатқан кезде көбінесе сырғанап атуға тырыспаңыздар. Себебі ол сіздің басыңызға тиіп бар оқтар сырғанап атсаңыздар. Мен сізге кеңесім, грантымы көпте тұрғаны бөлі. Сырғанап атпаңыздар достар. Және де осы видеом сіздерге ұнаса достар, смело лайк қойыңыздар достар. Сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.